Сәлеметсіздер ма балалар? 121-ші есебімізде бізге Манас, Мұзтау, Талғар, Қан Тәңірі тауларының биіктігін табыңдар деген. Бірақ Қан Тәңірі тауларының биіктігін ақпарат көздерінен қараңыздар дейді. Мен ақпарат көздерінен қарадым. Екі мәлімет бар екен. 6995 метр, 7010 метр деген екі мәлімет бар екен. Бірақ мен қазір 6995 метр менен есептейтін боламын. Сіздер қаласаңыздар 7010 метрмен есептеңіздер, жарайды ма? Енді бізге не істеу керек? Қан Тәңірі шыңы Талғар шыңынан 2022 метр биік дейді. Демек, Талғар шыңына қосамыз 2022 метрді. Сонда бізде не шығу керек? Қан Тәңірі. Қан Тәңірін біз 6995 метр деп алдық. Енді Манас шыңы Талғар шыңынан 491 метр аласа дейді. Демек, Талғар шыңынан азайтамыз біз 491 метрді. Сол кезде бізде Манас шыңы шығады. Манас. Ал керісінше Манас шыңы Мұзтау шыңынан 24 метр аласа. Мұзтаудан азайтамыз нешені? 24 метрді азайтсақ бізде Манас шығады. Манас тауының шыңы шығады. Енді қараңыздар. Бұл есепті сіздерге түсінікті болу үшін жаздым. Ең бастысы бізге мынау теңдеу құрып аламыз. Содан кейін осы бойынша шығарып көреміз. Талғар шыңын мен x деп алайын. Қосамыз 2022 метрді тең 6995. X-іміз тең болады 6995, азайтамыз 2022-ні. Сонда X-іміз нешеге тең болады? Азайтатын болсақ 4973 метр болады екен. Бұл бізде қайсы? Яғни Талғар шыңы. Не жерге жазып қойын? 4973 метр. Енді бізде Талғарымыз белгілі. Манасты тауып алуға болады. Талғар шыңын қояйық. 4973-тен азайтамын 4491-ді. Сонда неше болады? 491-ді азайтатын болсақ тең болады 4482 метр болады. Бұл бізде не болады? Манас. Манасқа жазып қойын. 4482 метр. Енді бізде Мұзтау қалды. Мұзтауымыз бізде қалай? Мұзтаудан 24-ті алатын болсақ бізде Манас бар. Манас шыңы шығады. Сондықтан Мұзтау бізде әлі белгісіз ғой. Сондықтан естейміз Мұзтауды x деп аламыз. Және азайтамыз 24 метрді. Бізде Манасымыз белгілі. Манас 4482 метр болған. Енді x-іміз тең болады 4482-ге қосамыз 24-ті. X-іміз тең болады. Екеуін бір-біріне қоссақ 4506 метр. Яғни бұл не бізде? 4506 метр. Ол бізде Мұзтау екен. 4506 метр. Есепті осылай шығарамыз, балалар. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер пайдалы болса, каналыма жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер де қаласаңыздар, 6995-тің орнына 7010 метрді қойсаңыздар болады. Егер сіздерге 7010 метр, яғни Қан Тәңірінің биіктігі екеніне сенімдірек болсаңыз. Ал мен 6995 метрмен есептедім.